Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын әрі оп-оңай жасалатын салаттың түрін көрсететін боламын. Сізде тек қана сәбіз болса болды, осы салатты дайындап көріңіз. Орташа көлемдегі бір ғана сәбізден жасадым. Кішігірім 2 тарелка салат шықты. Осылай теркадан өткізіп аламыз. Одан кейін сарымсағымызды да майда терканың майда бөлігінен өткізіп аламыз. Болды, енді майонез қосамыз. Өздеріңізге керегінше қосыңыздар. Мен шай қасықпен 2 қасық қостым. Жақсылап араластырамыз. Тұз салмай қойыңыздар. Өйткені сарымсақ мен 2 штук қосып жібердім. Сіздер байқаңыздар, 1 штук қосып көріңіздер, дәмін ащы болып кетіп жүрмесін. Сонымен міне салатымыз дайын, өте оңай жасалады. Сәбізді пісіріп жүрмейсіз, шикіде осылай теркадан өткізіп, майонез қосып, сарымсақ қосып дайындай саласыз. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Маған тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.